Қайырлы күн, достар. Мына видеоны жақында өтетін курс жайлы толық ақпарат алғысы келетіндерге және лохотрон емес пе деп сұраған кісілерге арнап жазып отырмын. Көптеріңіз бана топтың ішінен 42.500 теңге түседі ма деген тақырыпқа қарап осы бойынша кірдіңіздер. Енді ішінде толық жарнаманы толық оқыған кісілер жалпы түсінді деп ойлаймын. Немесе кейбір кісілер тек қана тақырыбын оқи салып бірден кіріп жатуы да мүмкін. Сондықтан мен сіздерге ақпарат беріп түсіндіріп кетейін. Былай қарағанда мына жерде 42.500 теңге беріле ме берілмей ме ол жайлы айтылып тұрған жоқ. Бұл жерде қалай карантин кезінде қосымша табыс табуға болады. Ресми түрде ешқандай сетевиктерге ұрынбай, пирамидаларға, интернеттегі мошенниктерге ұрынбай, қалай таза еңбек істеп, сол еңбегіңіздің ақысын алуға болады. Сол жайлы айтылады. Енді қазір былай қарағанда карантин кезінде көп адамда жұмыс жоқ. Біреуінде кредит қысып тұр, біреуінде қосымша табыс тапқысы келеді әшейін деген секілді. Былай қарағанда артық ақша ешкімге кедергі келтіріп тұрған жоқ бұл кезде. Сондықтан бұл мүмкін сіздің жұмысыңыз бар болды, мүмкін жоқ болды, мүмкін не важно. Егер сіз қосымша табыс тапқыңыз келсе, осы курсты қарап қатыссаңыздар болады. Қазір алдында өздеріңіз жаңалықтар көрген болсаңыздар, 11.682 компания банкротқа ұшырады дейді. Яғни ол компаниялардың барлығы интернетте реклама жасай алмады. Олар тек қана бағанағыдай клиент маған қашан келеді екен деп күтіп отырды. Оларға соответственно карантин кезінде ешкім бармады, сол үшін олар банкрот болды. Жұмысшыларына ақша төлей алмады, арендасын жаба алмады деген секілді бағанағы қаржылай қиындыққа ұрынып банкрот болып қалды. Ал енді интернетке ауысып кеткен адамдар, интернет арқылы жұмысын жүргізе бастаған адамдар барлығы сәтті жүргізіп жатыр. Енді осы карантин кезінде интернеттегі мамандар, интернетте жарнама жасай алатын мамандар өте үлкен сұраныста болып тұр. Ол бағанағы интернетте жарнама жасай алатын адамдарды интернет-маркетолог деп атайды. Жарнаманың өзі көптеген түрі бар, білесіздер. Біреу Гуглда тұрады, біреуі бағанағы Инстаграмға шығып тұратын жарнама, біреуі сіз ютубта видео көріп отырсаңыз шыға келетін жарнама. Жарнаманың түрі көп. Осы курста сіздер базалық маркетологтың базалық білімін меңгеріп шығасыздар. Яғни өте үлкен қиын курстарды өтпей, қалай аз уақыттың ішінде ең негізгі нәрселерді біліп қана жарнама жасауға болады. Соны мен сіздерге үйретемін. Енді біз қазір кезек-кезек осы жарнама бойынша жүріп өтейік. Енді негізінде мен сіздердің алдымен танысып алайын. Менің есімім Бағлан болады. Егер осы танымайтын кісілер болса, Бағлан Абылайқызы. Мен бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде 3 жыл спикер болдым. Ол жерде кәсіби жарнама жазу бойынша және сайт жасау бойынша сабақ бердім. Енді біздің отзывтар өте көп. Сол бизнес бастауда сабақ бергеннен бөлек өзім жеке курстарымды да өткіздім. Бизнеске 100 жаңа инсайт деген. Қосымша бизнеске қандай көмек көрсетуге болатындығын сол жайлы курс өткіздім. 7 ағым өтті осы курстан. Енді мен сіздерге қазір бірнеше пікірлерді көрсетіп кетейін. Жалпы өте көп пікірлер өткен курстар бойынша. Мысалы мына жерде айтады: берген жарнамам жұмыс істей бастады. Қытай методикасы ашылған салонына клиенттер келе бастады. Өзім ойлайтын едім, күніне 1 сағатта 3 адам қабылдап 8 сағат жұмыс істесе деп. Кешелі бері топ болып заказ беріп, қыздарым үлгермей жатырмыз дегенде қуанып қалдым.
банагы клиент жоқ деп едіңдер, енді ал үлгеріңдер деп айттым депші. Мына жерде осылай жазып отыр: копирайтинг құдіретін қараңыз дейді. Жаздың күндері осы рекламаны табанымыздан тозып тараттық, бәрібір клиент аз болды. Осы жерде копирайтинг сөздерін қолдану арқылы жай ғана принтердің А4 қағазын шығару рекламаларын әдемі жұмыс жасауда дейді. Бұл жерде бана біздің копирайтинг деген, мен осы курста үйрететін нәрсем копирайтинг, яғни жарнаманы кәсіби түрде жаза алу. Қалай клиентті көндіру керек, қалай оны қызықтыру керек, қалай оны ұстап қалу керек клиентті. Сөздің құдіреті жайлы болады, Одан бөлек бағана тағы да құралдары, қалай нақты жарнама жасау керек, қалай нақты клиент алып келу керек деген секілді. Мына жерде тағы да бір банағы біздің курсқа қатысқан қатысушы, мысалы, начальник производства отдела переработки нефти должностін ұсынды дейді. Өйткені бұлар менің ана жолы жазған неме қарап, банағы мәтінеме қарап, маған начальник отдела болуды ұсынды дейді. Мысалға, мына жерде тағы да көп сіздің аларымыз көп екен деген секілді отзывтар бар екен. Өте жеңіл, түсінікті, көңілді өтті. Мен мына жерде текстің ішінде копирайтинг сабағын алған білімді қолдандым. Жалақыны 10%-ға көтереміз деген басшылар 20%-ға көтеретін болды дейді. Мысалы, мына жерде жарнаманың әдістерін үйретті, өзіміздің жарнама қасиеттерін түсіндік. Тек копирайтинг қана тоқталған жоқ, барлық салаға шолу жасадық дейді. Барлығымыздың бағанағы жеке саламызға талдау жасадық дейді. Мысалға, келесі сабақта тағы да не болады екен деп қызығып қалдық деген секілді өте көп бағанағы пікірлер бар екен. Жалпы бағана тағы да мен сіздерге бір-екі отзывты көрсетейін, видео отзывтарды. Так, жерде бар ма? Мысалы, мына жерде бір видео отзывтар бар. Күніне 20-30 мың теңге тауып отыр осы жарнама жазу арқылы. Сөйтіп Бағлан ханның курсын асықпай жайымен тыңдап, сөйтіп қазір 10 ниша бойынша жұмыс жасап жатырмын. Әрқайсысынан кем дегенде бір 20 мың теңгедей күнделікті түсіп отырады маржа. Жазда сессия болса келіп қатыстым. Шын мәнісінде өзім қазір қатты қуанып отырмын. Сөйтіп осыға келіп бүйтіп қарап тұрсам, мен бір айдың ішінде миллионға жеттім. Мысалы, мен бір айдың ішінде миллионға жеттім, бірақ сол миллионға жетіп ойланып қарасам, мен қолданған құралдарым ішінде мен осы Бағлан ханның үйреткен копирайтинг. Осы секілді бағанағында отзывтар өте көп, достар. Жалпы барлығын енді көрсетіп отырсам тағы да болмайды. Кейбір отзывтарды видеоға түсірмеген екенбіз. Енді біз арғатай өтейік. Жалпы бұл не үшін көрсетіп отырмын? Мен мына жерде сіздерге үйреткен кезде нақты нәтиже береді. Өзімнің алған біліміммен сіздермен бөлсем, өзім тәжірибемен бөлсем, бағанағы осы курсты өткен адамдардың нәтижесін соны көрсеткім келіп отыр. Енді бұл 150 мыңнан жоғары жалақысы бар 700-ден аса бос вакансия деп тұр. Енді бұнда адамдар айтады, өтірік айта береді, бұл Аллаха дрон анамнау деп. Қазір мен сіздерге көрсетейін, қанша вакансия бар екен. Мысалы, HeadHunter деген бұл ресми кәдімгі сайт, официальный сайт, тексерілген. Бұл жерге ешқандай сетевой маркетингтер, өтірік жұмыс ұсынатындар кіре алмайды, өйткені өте үлкен талаптар қойылады жұмыс берушіге де, резюме тасаушыға да. Сол үшін мына жерде қазір мысалға біз копирайтинг деп жазып көрейік, сіздер үйренейін деп отқан нәрсені, мамандықты. Копирайтер. Так, мен мысалы, Алматы бойынша 42 вакансия екен, 42 вакансия, мысалға қазір резюмесі сіз откликнуться деп басаласыз, откликнуться деп қана басаласыз. И
и сіздің бағанағы неңізді сізге тестовый задание береді. Тестовый задание жақсы өтіп шықсаңыз, онда ары қарай сіз жұмыс жасап кете аласыз. Яғни бұл жерде сіздің дипломыңызға неге қарамай, сіздің біліміңізге, тәжірибеңізге ғана қарайды. Мысалы, мынандай SMM менеджер, копирайтер дейді, тоже керек. Мысалы, копирайтер керек, написание текстов для коммерческих страниц, социальных сетей, там тоже ішіндегі өте көп оқысаңыздар. Копирайтер казахский, русский дейді, Алматы, мысалы, мына көреге. Қалай жасу керек, не істеу керек, лендинг деген бағанағы сайт, сатылма келетін сайт, оны мен сіздерге үйретемін. Баннерлер дейді, баннерлерге қалай жазу керек, баннерлерді қалай жасау керек, оны да көрсетемін. Зарплатаны өзіңіз айтыңыз дейді, қанша алғыңыз келетінін айтыңыз, және қанша сағат жұмыс жасай алатыныңызды айтыңыз дейді. Пожалуйста, бұл кәдімгідей постановка, своевременная выплата зарплаты дейді. Потом Украинадағы бағана Киев арқылы, Қазақстан арқылы любой жерден сіздер істей аласыздар. Так, дальше кетейік. Мне тоже копирайтер, написание рекламных продающих текстов, новостей, работа переводчиком, менеджером проектов, дейді, то же самое. SMM менеджер, бұнда мен сіздерге SMM жайлы тоже біраз мағлұмат берем. Инстаграмды қалай жүргізуге болады, қалай автоматтық түрде пост салып тұрса болады, өзіңіз салмасаңыз, өзіңіз уақытыңыз жоқ болса, өзіңіз подписаться деп бассаңыз, әрине көп уақыт кетеді. Сол үшін қалай бір жолда өте көп подписчик жинауға болады, қалай накрутка жасауға болады, қалай арзан подписчиктер жинауға болады, там оның барлығын мен көрсетемін, сіздерге айтамын курстың барысында. Мне на жерде тоже запускать таргет рекламу дейді, то же самое үйретемін, сол таргет рекламаны көрсетемін сіздерге. Контент план, бұның барлығы сіздер кәдімгідей үйренесіздер. Сосын бағанағы заставлю жазайын. Зарплата, мысалға SMS-специалист, копирайтер 250 мың теңгеден жоғары. Контент менеджер, копирайтер 150-200 мың теңге. Мне мына жерде тоже редактор сайта, копирайтер мысалға тоже 140 мың теңге, 90-140 мың теңге, 120 мың теңге дейді. Мне 250 мың теңге дейді. То есть, кәдімде мне тоолар, үлкен компаниялар өтірік алдамайтын, кәдімде ресми түрде сіз жұмысқа тіркелесіз. Бағанағы кәдімгідей трудовой кодекс арқылы сізді жұмысқа тіркейді, ешкім алдамайды, кәдімгідей ресми жұмыс. Енді бұл былай қарағанда, достар, бір жерде официант болғаннан, кассада тұрғаннан қарағанда, немесе машина жуып жүргеннен, уборщик болып жүргеннен қарағанда әлде қайда престижный жұмыс. Сіз үйде отырып, кәдімгідей компьютеріңіздің алдында, таза жерде, өзіңізге ыңғайлы уақытта, мысалға түнгі 1-де болсын, таңғы 6-да болсын, өзіңізге қашан уақытыңыз бар, сол кезде жаза бере аласыз. Мүмкін, егер офисқа барыңыз десе, мысалға, в принципе, офисқа барсаңыз, офис в центре города дейді, допустим, работа в офисе, частичная занятость дейді. Мысалға, мына жерге удаленный работниктер болмайды дейді, үйден жасауға болмайды дейді, офисқа келіп жаса дейді. Мысалға, пожалуйста, осы давай сходим деді, зерттесеңіз болады. Пожалуйста, 250 мың теңгені қарайық қазір. Тоже Инстаграм жүргізесің, сайт жасайсың, әлеуметтік желілерге не жасайсың, бағанағы постер жасайсың дейді. ЦА деген, целевая аудитория деген, ол қалай, оны қалай анықтаймыз, оның барлығын көрсетем. Мысалға, мына жерде 250 мың теңге оклад дейді, кәдімгідей 250 мың теңге қолма-қол береді сізге. 6 күн жұмыс жасап, бір күн демаласыз, сағат 9-дан 6-ға дейін. Мысалы, қосымша мынандай нелерді білсеңіз болады дейді. SMM, копирайтинг, ролдер білсеңіз болады дейді. Мысалы, мына жерге откликнуться деп басып, и өзіңіздің бағанағы сізге тестовый задание береді, соны орындасаңыз болады.
Енді мен сіздерге қазір фильтр қояйын. Мысалға декреттегі аналар болуы мүмкін, иә. Мысалға мен өзім қазір декреттемін. И маған мысалға үйден отырып істеген ыңғайлы, мен офисқа бара алмаймын. И допустим, мен удаленная работа деп іздейін, иә. Значит, изменить запрос. Мысалы қараңыз, можно работать из дома дейді. 300-500 мың теңге зарплата. Видишь, уже не ресми кәдімгідей жұмыс, ешкім алдап тұрған жоқ, бұл уже тексерілген. Не барлық СНГ бойынша біздің нелеріміз бар. Так, осы секілді мысалға мүмкіндіктеріңіз көп. Жалпы мына жерде тағы да мынандай бөлім бар, иә, мен жазған жарнамам ішінде. Бағана СНГ мемлекеттермен жұмыс жасай аласыз, өзіңізге ыңғайлы уақытта екенін көрдіңіз, иә, удаленный дегенде бар. Үйде отырып офисқа бармай-ақ жұмыс жасай аласыз. Мысалға мына жерде біз бағана изменить запрос дейік. Так, мне мысалға не имеет значения опыт работы, мысалы нет опыта деп бас көрсеңіз болады. Мысалы мына жерде частичная удаленная работа деген үйден отырып жұмыс жасау деген сөз. Үйден отырып жұмыс жасау деп басып алып, потом мысалға соңғы айда берген, осы соңғы 3 күнде тапсырыс берген деген секілді. Мысалы бір тәулікте қанша вакансия бергенін көрейік, иә. Сосын мына жерде регион Қазақстан дегенде, может Қазақстан таңдасаңыз болады, негізі Россия бойынша негізі көп вакансия шығады осы копирайтинг, интернет-маркетолог бойынша. Мысалы, мне можно работать из дома, дейді, 65 мың рубль. Мысалы, написание статей, подготовка картинок үйден отыруға істейді, Сочи деген, Россияны. Южная столица дейді ғой, Россияның несі, иә, қаласы. Мысалы, Москвада тоже самое, 5 мың рубль копирайтер. Мысалы, 100 штук текст жазсаңыз болды, айына сізге 15 мың рубль береді екен. Қазір біз бұны рубльді теңгеге есептейік. Он 15 мың рубльдің өзі 84 мың теңге екен. Сонда сіз әшейін 100 статьяны жазғаныңызға 15 мың теңге алады екенсіз. Мысалы, контент менеджер, рерайт тексті для сайта дейді. Мысалы, мына жер рерайт деген, сіз бір сайттан бір текст тауып аласыз, иә, соны өзгертесіз ғой, біраз абзацтарын алып тастап, кейбір сөзді қосып, кейбір сөздер синонимға ауыстырып, алатын жерін алып, қосатын жерін қосасыз ғой, общем. Сол рерайт дейді. Соған мысалы 40 мың рубль ұсынып тұр, иә. 40 мың рубльдік ол мысалға қазір көрейік. 225 мың теңгеге зарплатасы. Ну вот осы секілді нелер, мүмкіндіктер көп достар. Жалпы негізінде Ресей, басқа мемлекеттермен жұмыс жасап көрсеңіздер болады. Бұл жерде сіздер ешқандай ақша салып тұрған жоқсыздар, қалталарыңызға ақша салып тұрған жоқсыздар, өзіңіздің кәдімгідей қызметіңізді ұсынасыз. Зато кішкене кругозорыңыз кеңейеді. Мысалға, одно жолы маған осы күз кезінде бір вакансия маған резюмеме тастапты. Профи интернет школа деген. Бана бұл біз секілді интернет-маркетологтарды үйрететін мектеп екен. Мысалға, менің мақсатым осындай үлкен мектеп ашсам деп ойлап тұрмын. Кейін жалпы интернетте жұмыс жасайтын, таза интернетте жұмыс жасайтын. Міне мысалға, бұлар $1800 ұсынады екен. 1800 өздері үйретеді полностью. Мне қазір не ваше резюме просматривали. Қазір мына айтайын, Артур Грант деген, иә, қазір мына тауы, Артур Грант деген. Так.
сіз біздің неге кооператив создания продающих презентацияға қызығыспысыз, міне біздің вакансиямыз. И сізді осы неге анкета толтырып бізге жіберуіңізді сұраймыз деп бізге жіберіпті маған мысалы. То есть қазір байқасаңыздар копирайтердің несі өте үлкен, манағы мүмкіндігі өте үлкен достар. Так, хорошо, енді кейбіреу мысалға айтуы мүмкін, мысалға мен мынандай мысалы өте жақсы жалақымен жұмыс ұсынып тұрғанмен де бұл жерде мен жұмыс жасай алмаймын. Себебі мысалға қазір үй шаруасы бар, бала бар деген секілді арасында маған арасында ғана шығып тұратын заказдар болса, сол жеткілікті. Тем более былай қарағанда өзім үшін ғана жұмыс жасаймын ғой, как хобби сияқты бұл маған. Енді бұл жерде қандай мүмкіндіктер бар қосымша табыс табуға. Мысалы мен мына жерде жаздым, бір тапсырыста ең азы 3500 теңге түсетін 40-50 заявканы қалай іздейміз. Допустим, қазір өте көп биржалар бар, фрилансерға арналған биржалар бар, Телеграмда да мысалға толып тұрғанда биржалар жұмыс ұсынатын. Көрде мысалға мына жерде тоже копирайтинг деп жазақ. Мысалы мына жерде 500 рубльден бастап дейді. Мына жерде мысалы 250 рубль за 1000 знаков дейді. То есть мың әріпіне, әшейін бір әріпіне сенің ақша төлейді ғой бұл жерде, түсінесіз ба? Копирайтерда сіздің бір әріпіңіз А деп жазсаңыз, сол бір әріпіңіз ақша тұрады. Мысалға мына жерде 1000 әріп жазып шықсаңыз, 1000 әріптен тұратын жарнама жазсаңыз, соның бір әріпі, допустим, 250 рубль екен мына жерде. 250 рублей за 1000 знаков. Кейбіреу 500 рубль алады 1000 знакқа. Мысалға мынада 100 рубль 1000 знакқа дейді. Енді жаңадан кіргендер ғой, негізі көбісі қымбат ұсынады өз жұмысын. Мысалға мында 333 рубль 1000 знакқа дейді. Давайте біз қазір нені тексеріп көрейік. Менің бүгін жазған жарнамамда қанша знак бар екеніне. Міне 1623 знак, 1623 символ бар екен. Енді мен 1623 символым, мысалға қазір мына жерде бір символын ол 333 теңгеге бағалап тұр. Тут подожди, қателеп отырмын. Мысалға осының мысалға қанша теңге деп айта аламыз. Мысалы мына жерде қазір салыстырмалы түрде қарап көрейік қанша теңге ұсынып тұрған. Мысалы 333 рубль за 1000 знаковты. Ал менде мысалы мына бағанағы сіздерге жазған жарнамада 1623 знак. Енді қазір біз примерно есепте көрейік. Мысалы 333-ті мен көбейтемін. Пропорция арқылы есептейміз, бағанағы 333 знагы 1000 рубль болса, 1000 рубльдің, так, примерно 5000-нан жоғары ғой, 5000, 7000 сондай. Түсініңіздер ма? Или түсіне алмай қалдық па?
Мысалы мен қазір көрсетейін примерно. Былай иә есептеп. Мысалға біз бағаны қалай қоямыз? Бағаны конкуренттерге қарап қоямыз, иә. Мысалға мынау айтады 333 рублім менің 1000 знакқа 333 рубль аламын дейді. Ал енді бізде мысалы менде x рубльді мен мысалы 1623 знагыма қанша теңге алуым керек? Иә, осыны есептеп көрейік. Қазір 1623 знагымды 1623 знагымды көбейтемін 333 рубльға. Соны бөлемін 1000-ға. 540. Соны бұл 540 рубль болады екен. 540 рубль. Примерно 540 рубль болады екен. 540 рубльіміз. Қазір есептейміз. Мысалы 3000 теңге, иә? 3000 теңге екен қазір бүгінгі валютамен. Сонда мына жердегі біз жіберген жарнама мысалға менің ең аз дегенде 3000 теңгеге бағаланып тұр екен. Бағанағы мына бітей жарнамамыз. Енді маған мысалы кейбіреу жарнама жазып берші деп көп кәсіпкерлер айтады. Енді жарнама жазудан өте көп кейстер бар жалпы. Мысалы оны ең аз дегенде сіз егер үйреніп алсаңыз 5000 теңге жаза аласыз. Мысалы мен 5000 теңгеден аз жазбаймын. Сосын мысалға так, следующий. Мысалы тура осы жерден тағы да басқандай да нелер жұмыстар тауып аласыз. Мысалға копирайтинг до 1000 знаков без пробелов. Мысалы копирайтинг жазамын дейді, мен қазір не дейін. Заказанный. Мына жерде то же самое, барлығы біреу өзінің жұмысын ұсынады, біреуі жасау керек жұмыстарды ұсынады. Мысалы мына жерде тексты переводы, допустим, продающие тексты, продающие текст деген как раз біздің сол копирайтингіміз ғой. Вот, пожалуйста, бұл жерде тоже так. Мына жерде адам өзінің, мысалы мен копирайтер болсам, мен мына жерге өзімнің қызметімді қосып қойсам болады, иә, и маған нетеді, заявка түседі адамдардан. Мысалы мына жерге 575 адам маған заявка жіберіпті, маған 273 адам заявка жіберіпті. Сол секілді. Бірақ бұл жердің бір минусы бар. Новичоктарға кішкене қиындау болады, сол үшін неге топқа шығу керек, мынасақта мыналар секілді кішкене отзывтар жинап, звездочкалар жинап деген секілді. Осыны біз как раз курс кезінде бірге жасаймыз, бір-бірімізге комментарий жазып, отзыв жазып деген секілді бір-бірімізді көтереміз. Сол арқылы біз мынаның тобына шығамыз и арғыда уже заказ қабылдай аласыздар. Енді егер де өзім сіздердің курстарыңыз керек емес, өзім кіріп жасай берем десеңіздер, пожалуйста. Ну просто как новичок ретінде сіздер мына төмен жақта тұрасыздар, новичоктерға мысалы көп адам заказ бермейді. Білесіздер, иә? Ешқандай сізде не звездочка жоқ болса, не тапсырыс жоқ болса, онда уже сіз ең төмен жағында тұрасыз, соответственно. Так. Мысалға көріп тұрсыздар, заявка көп. Мысалы мына жерде тоже көрейік қазір. Ішке тіркеліп көрейін. Рерайтинг ашын түзеудің өзіне копирайтингті алайық тағы. Не, 100 рубль 1000 знакқа. То есть, қазір. Исполнитель или заказчик.
То есть мына жерде мисалга карасаңыздар, заказчиктер де отура алат, заказ берет. Мисалга маган, допустим, сайт керек, мен мына жерге жаза алам, мага сайт керек деп. И маган копирайтерлар, мисалга сиздер секилдүү копирайтерлар маган жазат, мен сизге жасап бере алам, сизге текст жазып бере алам деген секилдүү. И сол аркылуу бири-бирин, в общем, заказчикте, клиентте мисалга бирөө жумуш табат өзүнө, бирөө не табат го, жумусунун орундалууну табат го. Мисалга бирөө реклама бизнесин жүргүзөт, бирөө заказ табат деген секилдүү. Так, дальше. Так, по блоку кетейик. Не үйрөтүлөт? Бул жерде үйрөтүлөт нерсе негизи көп болот, достор. Негизинде үйрөтүлөт нерселер бана копирайтинг, негизи фишка, упор, биздин баардык көп айтылат нерсемиз ушул копирайтинг болот. Калай дурус жазуу керек, кай жерде калай жазуу керек, рекламада калай жазуу керек деген секилдүү, сайтта калай жазуу керек, баардыгы айтылат. Сайт жайлы айтам. Сайтты өздөрүңүз жасап үйрөнөсүздөр. Мисалы Tilda деген сайттарда өтө көп сураныстар келет. Мисалы, допустим, не көрсөтүп койгом, жарык турабыз азыркы. Мисалга Tilda платформа, LP платформа, Wix деген сайттар бар, бесплатно жасай аласыздар өздөрүңүз колдоруңуз менен. Кадимги сайт жасоо үчүн кадимги программист болуунун кажети жок. Кадимги бесплатно жасай аласыздар сайтты. Ал эгер энди профессионально жасайм десеңиздер, мисалы биздин деңгейде, онда кадимги силер контент жазасыздар и мисалы өзүңүзгө программирование үйрөнүүнүн кажети жок, программисттер менен биригип уже как команда ретинде жумуш жасай берсеңиз болот. Сосын биз Telegram жайлы айтабыз, калай Telegram бот жасоого болот, калай жумуш жеңилдететін сервистер бар. Онун баардыгын айтам. Instagram жайлы фичкаларды айтам. Енді мен Instagramчы эмеспин. Подписчик жиноо деген катты кызыкпайм, но бирок баардык жолдорун билем. Не істеу керек, калай жиноо керек, кандай конкурстарга катышууга болот, калай накрутка жасоого болот, өтө арзан боттарды кайдан сатууга болот деген секилдүү. Калай автомат түрдө посттар салып туруу керек, онун баардыгын бана айтам. Яндекстин менде Google AdWords үйрөтпейбиз, ол уже жогору деңгей, онун багасы да кымбат. Просто мен арзан кылып оны кунун түшүрмөй коеюн азыр. Яндексти айтайын, бираз оңойлоо тилин. Потом дальше таргет рекламаны бир көрсөтөм. Таргет деген Instagramга чыгып турат реклама, оны көрсөтөм. Оңой түрүн көрсөтөм, калай иштөөгө болот, калай өзүңүздүн товарыңызды сатууга болот, немесе бирөөдүн бизнесин жүргүзгөн кезде калай онун затын өткүзүп сатып берүүгө болот. Сонун баардыгын силерге көрсөтүп айтам. Одан бөлөк мен бонус иретинде өзүм анын жолу алган YouTube'да калай бана реклама жасоого болот, сону берем силерге. И логотип жасоо, калай логотип жасоого болот, сону көрсөтөм. Сонунда видео курсун берем. Нулардан бөлөк, достор, дагы да бана калай дизайн жасоого болот, адема дизайн, калай анимациялык роликтер жасоого болот, калай WhatsApp'та бана интернетти киношууга болот, калай WhatsApp'ты бизнес курал ретинде колдонууга болот, ол жерде калай бот жасоого болот. Жалпы айтылат нерсе өтө көп болот, достор. Банага былай караганда акчасы өтө арзан, өтө энди былай караганда тегин алып туруштар го почти. Так. Енді үздіксіз қатысушыларға заказ табуға көмектесем, мына жерде мына блок бойынша тоқтап өтейін. Қалай көмектесем? Мысалға, бізде жақын соңғы неде потогымда, менің 7-ші потокта, мысалға, бізде өздік қатысушылар болды, жақсы қайта-қайта бана сұрақтарға жауап беріп, үй тапсырмаларын уақытында орындап, мысалға, бана барлығын орындап отырған балалар болды, Енді мен оларға клиент тауып берем деп уәде еткем, тоже арасында сіздерге тастап тұрамын деп. Мен мысалға Мадинаға серіктес керек болды, маркетолог. Мен оны осы топқа жіберіп қойдым, уже адамдар уже оған жазып жатыр.
мысалға Дәурен деген кісі өз номерін жазып қойып, маған сату адамы керек. Сату адамы деймін, манағы сатып беретін, кез келген затын сатып бере алатын, бизнесімді жүргізіп бере алатын адам деген ғой. Вот оны да мен оларға жібердім. Кім рекламамен айналысады, хабарласыңыздар дейді. Вот оны да осы группаға жібердім. Мысалы мына жерде де СМ мамандар керек дейді, тоже номер бар, иә, тоже бір-бірімізге бағанағы жіберіп, тауып нетіп клиенттерді жіберіп отырамыз. Кейде мысалға менің өзім көп уақытым бола бермейді, шын айтқанда. Мысалы маған келіп тұрған заказдар болса, мен де оны беріп тұра аламын. Так, дальше. По блокам кетейік. Енді одан бөлек тақылы табыстап аласыз. Бағанағы мен көрсеткен жоғарыдағы жолдардан бөлек қалай табыстап аласыз. Мысалы мен қазір ойлап тұрмын, партнер болып манағы жұмыс жасасам деп, яғни сіздер маған серіктес болып, сіздер де табыстап аласыздар. 10% үлес аласыз. Яғни біз мысалға бір кісінің кәсібін жүргіземіз. Мысалға, допустим, сіз Тараз қаласында тұрасыз делік. Тараз қаласында мысалы салон красоты бар, массажный салон бар, жиһаз жасайтын кісілер бар деген секілді. Әр қалада өзінің мысалы жүріп тұрған бизнестер бар, иә. Вот олардың барлығы интернет арқылы жүргізгісі келеді. Өте аз адамдар біледі интернетте реклама жасауды. Сіз ол кісілерге кіресіз, қалай реклама жасауды бағанағы түсіндіресіз, қалай жүргізіп беретінін. И, короче, былай қарағанда реклама жасауға көндіргеннен кейін арқыта бізбен байланыстырасыз. Біз ол кісіге қалай жасайтынын, қанша уақытта бітетінін барлығын келістіріп, ақшасына келіскеннен кейін бірден сізге 10% үлесін аударып береміз. Мысалы, мен қазір примерно прайстар көрсетейін сіздерге. Допустим, сізге біреу Google AdWords-қа шығарып беріште деп, Google AdWords деген, допустим, поискқа Google, допустим, мен қазір айтайын. Несі Google AdWords ба, Google бұл бірге, қазір мен. Ладно, Яндекске. Мысалы, мебель на заказ. Мебельге ешкім не бермейді, реклама бермейді. Тағы не бар өзі. Мне мысалға комплексное исследование за один день деп Челябинскің реклама шығып тұр, почему-то бізге. Реклама деп жазып тұр, осы реклама деп. И, допустим, осындай реклама дегенде соны жасап береміз. Соны Google, Яндекста бұл, Яндекстан көрсетемін, жалпы Google'дағын көрсетеді. Ладно, Google'дағын қазір көрсете салайықшы. Мысалы, қандай бизнесті алсақ екен. Мысалы, қазір ентіға дайындау, Міне мысалы мына жерде реклама деп шығып тұр. Алматыда 40% жеңілдікпен реклама деп осыны біз жасап береміз. Мыналардан жоғары тұру үшін, мысалы мына жерде дағы ентілі курстар бар, АУКС, Air Plus деген шөдір курстар бар екен. Осылардың барлығынан жоғары жақта тұру үшін біз соны рекламаға шығарып береміз. И бұны мысалы жоғары жақта адамдар білесіздер кіре салып, тек басындағы 2-3-еуіне ғана басады, қалған төмен жақтағылар көп баса бермейді. Сол үшін осыған ақша төлейді кісілер, бизнестер, мен жоғары жақта тұрайын деп. Соны біз осыны мысалға осындай бағаға егер настроить етіп берсек, мысалы 70 мыңға настроить етіп берсек, онда сізге 7 мың теңгесін аударып береміз. Мысалға кейбірі барлық нәрсені жасатам дейді, таргетті де жасатам, нені де жасатам, сайтты да жасатам, барлығын жасатам дейді. Мысалы 220 мың теңге, допустим, келіссек, сіз 22 мың теңгесін өзіңізге ала аласыз. То есть, кәдімгідей клиентпен келсеңіз, 10%-ын сізге аударып береміз.
может ол мына тура осы пакеттермен емес, жалпы енді договорная цена дейді ғой, клиентке не керек. Может ол айтады, мен сізге маған мысалы таргетингті арзанға жасап беріңізші, сайтты мынандайға істеп беріңізші, видеоны істеп беріңізші деген секілді өзі келісуі мүмкін да, не керек оған. Вот соған байланысып біз бағасын шығарамыз, айтамыз осынша теңге деп, и міндетті түрде сіздің 10% үлесіңізді бірден аударып береміз. Так, немесе менің дайын курстарымды сатып 30% ала аласыз. Яғни мен бағана айттым ғой, профи маркетинг деген маған бір кісілер жұмыс ұсынды деп, интернетте реклама жүргізу бойынша, жалпы интернетте курстар бойынша. Енді мен де осы жақында осылай курстардың барлығын жазып қойсам деп жатырмын. Жалпы өзімнің методикаммен, қалай оңай тілмен түсіндіремін да, менің бір өзімнің принципім кез келген адамға оңай қабылдай алатындай, оңай тілде, кішкентай балаға да түсіне алатындай қылып түсіндіріп беру. Менің өзімнің тактикам сондай. Енді осы тактика бойынша, мысалы мен мысалға видеолар жазатын болсам, соның курстар жасатын болсам, сол курстарды мысалға сіздің мысалы басқа достарыңыз бар болуы мүмкін, оларда осылай қосымша табыс тапқысы келеді, интернетте қазір кредитте көбінде ақша жоқ, білесіздер. И вот сіздер оған осы курсты ұсынасыздар, и пожалуйста үстіндегі өзінің 30% үлесін мысалға ала аласыз. Курстарды бөлек-бөлек жазамыз, әрине. Мен осы алғашқы 2021 жылдың алғашқы потогы болғандықтан сіздер өте арзан бағада істеп жатырмын. Және дайын курстарды арзан бағада қыламын бастапқы кезде. Кейін оны қымбаттатамыз, әрине. Вот сол кезде сіздердің үлестеріңіз, как положено, тоже көбейіп отырады. Дальше айттық. Сонымен қалай табыстауға болатынын көрдіңіздер. Ешқандай өтірік емес, ешқандай лохотрон емес. Кәдімгі ресми түрде жұмыс жасап, кәдімгі сұраныстағы мамандық екенін барлығы түсінікті, Так, сонымен айтылатын нәрсе осы, достар. Негізінде көптеген программалар беріледі сыйлыққа. Мысалы, банағы WhatsApp дейсіздер ма, мысалы, топтардың барлығына қайта-қайта рассылка істеп жатыр ғой қыздар. Вот сол программаларды, пожалуйста, сыйлыққа бере аламын. Одан бөлек бағанағындай Telegram деген программа бар. Одан кейін жаңа программа шыққан жоқ, бірақ сол программаны мысалға тоже бере аламын. Бірақ кімге берем? Курсты өте жақсы оқып шыққандарға, берілген тапсырмаларды күштілеп орындап, айтылған нәрселердің бәрін уақыт-уақытымен жасайтындарға, вот соларға арқада өзінің жұмысын жүргізіп кете алу үшін көптеген программаларды, сервистарды беремін. Көптеген жаңа сервистермен танысасыздар, бұрын естімеген, осылай істеуге бола ма не деген секілді реальностьда инсайт болады, отвечаю. Так что курсқа обязательно қатысыңыздар, достар. Негізінде бұның құндылығы өте жоғары, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Элементарно мысалы видео курстың өзі 80 000 теңге тұрады. Google-дың курсы тоже 100 000 теңгеден жоғары тұрады. Сайт үйрену, мысалға мен Аяз Шабутиновтың тоже курсына қатыстым, оған 180 000 теңге төледік. То есть уже бағанағы біздің әр жерден жинаған біліміміз бар ғой, вот солардың барлығы негізі өте жоғары қымбатты курстар. Бизнес молодость дейсің ба, қайсы бар мысалға, соның барлығы қымбат курстар, білесіздер. Вот мен қазір бұны просто карантин кезінде сіздер қосымша табыс таба алсын деп өте арзан бағада ұсынып тұрмын. Так что бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Осы видеоны ютубта көрген кісілер астына егер қатысқыларыңыз келсе, телефон номерларыңызды осы видеоның астына жазсаңыздар, мен сіздерге хабарласып топқа қосып қоямын. Неге осы потокқа үлгермесеңіздер, келесі поток тағы да ұйымдастырамыз, сол кезде қатысыңыздар болады. Өздеріңіздің таныс достарыңыз, туыстарыңыз болса, ол кісілерге де жіберіп қойсаңыздар болады, достар. Сонымен менің жасалған жұмыстардың кейбіреуін мен YouTube каналымнан көре аласыздар, мысалға ремонт обуви деген Выпал каблучок, либо широкие голени. Вы можете в домашнем... сатылым әкелетін роликті қалай жасауға болады,
қалай сайт жасаймыз, оны қалай бағанағы мысалы бизнес бастаудың сайтын істедік, иә, бұны қалай сөздерді қалай жазу керек, ішінен қиялдансақ қалай дұрыс сөздерді табу керек, видео сценарийларға қалай дұрыс сөз жазу керек деген секілді бағанағы полный ақпарат барлығы беріледі, қолдарыңызда болады. Жалпы интернет маркетингтің базалық курсы болады, яғни бүкіл нәрсе толық ашылмайды, бірақ ең негізгі, ең керек деген нәрселерді айтамын. Так что барлықтарыңызды күтемін. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін барлықтарыңызға. Сол сәттілік достар.